Скотч сенің ең жақын досың. Скотч арқылы сіз телефоныңызды қалаған жеріңізге, есікке, терезеге немесе көліктің дөңгелегіне жапсырып, ерекше кадрлар түсіре аласыз. Әрине, бұл жерде қарапайым қолданыстағы арзан скотчтар жарамайды. Құрылысқа арналған скотчтарды пайдалануды ұсынамын. Егерде сіз ұзақ тегіс кадрлар, мысалы адамның қозғалысын түсіргіңіз келсе, сіз камераны тележка немесе басқа жылжымалы нәрсеге жапсырып, немесе өзіңіз ұстап түсіре аласыз. Бұл әдіспен сіз көптеген қызықты және сәнді кадрлар жасай аласыз. Ал қысқа және кішігірім объектілерге сіз мысалы кез келген еркін жылжи алатын материалды нәрсені қолдансаңыз болады. Түсіретін жеріңіз әрине міндетті түрде тегіс болуы қажет. Қарапайым айна немесе судан шығатын көріністі қолдану кино клиптерде бұрыннан қатты танымал әдіс болып табылады. Онымен жұмыс жасау әрине өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мысалы, біз мынадай кадр алдық. Қалай әдемі ме? Сіз де істеп көріңіз. Алдыңғы сабақтарда камера линзасын үнемі сүртіп отыру керектігін естідіңіз ғой. Ол не үшін қажет? Кейде линзаға адам қолы тигесін, қолдағы май камера линзасын ластайды. Нәтижесінде түнде жарықтан линзаға түскен сәулелер бұлай көрінуі мүмкін. Немесе бұлай. Ал сіз оны еркін бір іс-қимылмен сәуле, яғни біздің тілмен айтқанда білектерді қалағаныңызша өзгерте аласыз. Киноларда мынадай түрде түскен жарық сәулелерін көрдіңдер ме? Ол кино саласында қолданылатын тек қана анаморфты объективпен ғана жасалады. Ал сіз өзіңіздің бір май саусақтарыңызбен осындай эффекті ала аласыз. Ендеше осы бұл аз ғана лайфхактардың көмегімен біраз нәрсе жасап тастауға болады. Тек қиялыңды шектеме. Көріскенше.